Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Балаңыз кенеттен құсып қалды ма? Көптеген ата-аналар мұндай жағдайда абдырап қалады. Бірақ ең бастысы сабыр сақтау және дұрыс әрекет ету. Баланың құсуы ата-аналар үшін алаңдаушылық тудыратын жағдайдың бірі. Бұл денсаулық мәселесінің белгісі болуы мүмкін, сондықтан дұрыс әрекет етіп, себебін анықтау маңызды. Кейде ол жай ғана асқазанының бұзылуынан болса, кей жағдайларда инфекцияның немесе басқа аурулардың белгісі болуы мүмкін. Баланың құсу себептерін, қандай жағдайда дәрігерге жүгіну керектігін және алғашқы көмек көрсету туралы осы видео барысында айтылатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Баланың құсуы әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Оның ішінде ең бірінші вирустық инфекциялар жатады. Асқазан ішек жолдарының инфекциялары жиі құсуға әкеледі. Әдетте бұл вирустық гастроэнтерит деп аталады. Мұндай жағдайда құсумен бірге дене қызуының көтерілуі және іштің өтуі байқалады. Екінші себептің бірі тамақтан улану. Бүлінген немесе дұрыс дайындалмаған тағамды тұтынған кезде бала құсуы мүмкін. Бұл жағдайда құсудан басқа іштің ауруы мен диарея байқалады. Келесі себеп қысым немесе стресс. Кейбір балалар стресстік жағдайларда немесе психологиялық қысымға байланысты құсады. Бұл жағдай көбінесе мектеп жасындағы балаларда кездеседі. Келесі себеп азық-түлік аллергиясы. Бала белгілі бір тағамдарға аллергиялық реакция білдірсе, құсу пайда болуы мүмкін. Бұған қосымша симптомдар ретінде бөртпе, қышу немесе ісіну қосылады. Келесі себеп ішек тосқауылдары немесе басқа күрделі жағдайлар. Ішектің толық немесе жартылай тосқауылға ұшырауы, аппендицит немесе басқа да хирургиялық араласуды қажет ететін жағдайлар құсудың себебі болуы мүмкін. Ең алдымен не істеу керек деген сұраққа тоқтала кетейік. Бала құсқаннан кейін оны күштеп тамақтандырмаңыз. Асқазанына біраз уақыт тынығуға мүмкіндік беріңіз. Егер бала қайта-қайта құсып жатса, суды көп мөлшерде бірден бермеңіз. Оның орнына әр 5-10 минут сайын бірнеше жұтымнан су ішкізіңіз. Баланы құсқаннан кейін жатқызып тыныштандырыңыз. Артық қозғалыс құсуды күшейтуі мүмкін. Құсу кезінде бала көп мөлшерде сұйықтық жоғалтады. Бұл ағзада дегидрацияға әкелуі мүмкін. Бала кішкентай жұтымдармен қайнаған су, тұзды ерітінді немесе арнайы регидрация сусындармен қамтамасыз етіңіз. Газдалған сусындар, тәтті шырындар және қою шай беруге болмайды. Олар құсуды күшейтуі мүмкін. Егер бала бірнеше рет құсса немесе құсу тоқтамаса, міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Баланың жасы неғұрлым кіші болса, соғұрлым тезірек кәсіби көмек қажет болуы мүмкін. Бала өте әлсіз болса, су іше алмай жатса, құсу тоқтамай бірнеше сағатқа созылса, дене қызуы жоғары болса, іші қатты ауырса, құсқанда қан немесе жасыл түсті сұйықтық байқалса, балада сусыздану белгілері болса, міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыз. Сусыздану белгілері қандай болады? Егер баланың аузы құрғауы, көз жасының азаюы, зәрдің сиреуі, әлсіздік пен ұйқышылдықтың күшеюі байқалған болса, бұл дегеніміз балада сусыздану белгілері бар деген сөз. Мұндай жағдайда жедел медициналық көмек қажет. Ата-аналардың жиі жіберетін қателіктері: бірден көп су беру, күштеп тамақтандыру, дәрігер кеңесінсіз дәрі беру, құсу тоқтағанша күту мен уақыт жоғалту. Құсу кейде ауыр жағдайлардың белгісі болуы мүмкін, сондықтан келесі белгілер байқалса, дәрігерге жедел түрде жүгініңіз. Қан аралас құсу. Құсу кезінде қан байқалса, бұл қауіпті белгі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда күттірмей дәрігерге барыңыз. Дене қызуының қатты көтерілуі. Егер балада жоғары температурамен бірге құсу байқалса, бұл инфекцияның белгісі болуы мүмкін. Үнемі құсу және тамақ қабылдамау. Баланың үнемі құсу және сұйықтық ішуден бас тартуы дегидрацияға қаупін арттырады. Құсу кезінде ерекше иіс. Егер құсықта ерекше иіс немесе түс байқалса, бұл химиялық заттардың әсері немесе басқа да улану түрлері болуы мүмкін. Тері түсінің өзгеруі. Баланың терісі бозарып немесе көгере бастаса, бұл ауыр жағдайдың белгісі болуы мүмкін. Баланың құсуын болдырмау үшін келесі профилактикалық шараларды орындауға болады. Бірінші, тамақ қауіпсіздігіне назар аударыңыз. Баланың рационы сапалы және таза тағамдарды қосыңыз. Тамақты дұрыс сақтауды және дайындауды қамтамасыз етіңіз. Екінші, жеке гигиена ережелерін үйрету. Баланың қол жууға, әсіресе тамақтану алдында және дәретханадан кейін үйретіңіз. Бұл инфекциялардың алдын алуға көмектеседі. Үшінші, тамақ аллергиясына сақ болыңыз. Егер бала белгілі бір тағамдарға аллергия білдірсе, ол тағамды рационнан алып тастаңыз. Баланың иммунитетін күшейту. Баланы дәрумендерге бай тағамдармен тамақтандырып, таза ауада серуендеуді қамтамасыз етіңіз. Тақырыпты қорытындылай келе, баланың құсуы ата-аналар үшін алаңдататын жағдай. Бала құса берсе не істеу керек? Бұл сұраққа жауап беру үшін ең алдымен құсу себебін анықтап, алғашқы көмек көрсету қажет.
Дәрігердің кеңесісіз дәрі-дәрмекті қолданудан аулақ болып, бала жағдайына мұқият назар аударыңыз. Алдын алу шараларын сақтай отырып, баланың денсаулығын нығайтуға мүмкіндік беріңіз. Видеода айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.